Тиньши компаниясына тіркелген кезде толтырылатын негізгі құжат заявление договор дейді. Бұл әрі сіздің Тиньши компаниясына жазған арызыңыз, әрі жасалған келісім шарт болып табылады. Бұл бланкты сіз офис арқылы тіркелген болсаңыз, бухгалтерден алып толтырасыз. Енді толтыруына назар аударайық. Бұл жерде ең маңыздысы мына номер членской карты ID деген. 8 цифрлы бұл номерді сізге осы заявлениені толтырып болғаннан кейін бухгалтер тағайындайды. Ал егер интернет арқылы тіркелген болсаңыз, онда бұл бланкі сізге құжаттар пакетімен бірге келеді. Бұл осы видеоға жүгініп, бұл арызды толтырып, сіз представительствоға қайтадан почта арқылы жіберуіңіз керек. Ал офис арқылы тіркелген кезде бухгалтер өзі представительствоға жібереді. Так, енді негізгі графаларына тоқталайық. Мына жерде информация о заявителе, яғни арызды жазып отырған сіз болғандықтан, өзіңіздің фамилияңыз, аты, жөніңізді толық удостоверение бойынша толтырасыз. Гражданство деген жерге, егер Қазақстан азаматы болсаңыз, Қазақстан деп жазасыз. Так, документ, удостоверяющий личность деген жерге, егер осы арызға қосымша жеке куәлігіңіздің көшірмесін ұсынып отырсаңыз, бұл жерге удостоверение деп толтырасыз. Және сол удостоверениеңіздің берілу уақытын жазасыз, дата выдачи, күні, айы, жылы. Так, енді мына жерде. Бұл жерде дата рождения. Алдымен күнін жазасыз, айын жазасыз, сосын жылын жазасыз. Так, мына жерге ер кісі болсаңыз мужской, әйел кісі болсаңыз женский жазасыз. Номер документі деген жерге жеке куәлігіңіздің артындағы удостоверениенің номерін жазасыз. Мына жерге міндетті түрде электронный почта көрсетесіз. Так, енді мына жерде адрес регистрации прописки дейді. Қай жерде пропискеде тұрасыз, соның индексін жазасыз. Қаланың атын жазасыз, көшені жазасыз, үйдің номерін жазасыз. Адрес фактического проживания, дәл қазір қай жерде тұрып жатырсыз. Егер по прописке тұрсаңыз, онда тура солай жаза бересіз. Ал басқа адреспен тұрсаңыз, тұратын жеріңіздің индексін, қалаңызды, көшенің атын, үйдің номерін қоясыз. Үй телефоны болса, міндетті түрде үй телефонын жазасыз. Так, мына жерде сотовый номеріңізді міндетті түрде көрсетесіз. Мына жерге удостоверениеңізден иініңізді толтырып жазасыз. Номер офиса деген жерге KZ-тен кейін бухгалтерден сұрап, тіркеліп жатқан офисіңіздің номерін көрсетесіз. Так, негізгі толтырылатын жер болды. Енді бұл жерде міндетті толтырылатын графа наставник деген жерге сізді осы бизнеске шақырған тәлімгеріңіздің фамилия, аты, жөнін толық жазасыз. Және тәлімгеріңіздің ID номерін толтырасыз, оның сотовый номерін көрсетесіз. Тәлімгеріңіз подпись наставника деген жерге қол қою керек, толтыру датасын көрсету керек. Так, осылайша толтырылған арызыңызды астына подпись заявителя деген жерге қол қойып, толтыру датасын толтырасыз. Мына жерде стоимость стартового набора деген жерге 3000 теңге деп көрсетесіз. Осылай толтырған заявлениені бухгалтерге тапсырасыз. Бухгалтер сізге, так, мына жерге ID номеріңізді жазады да. Так, ID номеріңізді жазады да, мына жерге төленді деген мөр басып, себебі 3000 теңге төлейсіз ғой, регистрацияға. Төленді деген мөр басып, осы құжаттың бір данасын өзіңізге қайтарады. Бұл сіздің негізгі құжатыңыз болып табылады. Ал бухгалтерде қалған данасы, удостоверениеңіздің көшірмесі және дистрибьюторлық келісім шарт толтырылған. Бұның барлығын бухгалтерге өткізесіз. Бухгалтер бұны Алматыға представительствоға жібереді. Представительствоның қызметкерлері сіздің бүкіл данныйларыңызды компания базасына енгізеді.